Біз бүгін Стерлинг қаласына келдік. Бұл Шотландияның ең кішкентай қаласы. Мына осы жақтың атақты каслы. Енді осы жердің ең басты көрікті жерлерінің бірі, аралауға болатын. Бүгін ауа райы өте керемет болып тұр, күн шығып тұр, жаңбыр жоқ, жел жоқ. Сол өте қуаныштымыз келгенімізге. Енді шамалы жел бар, енді мен шашыма қарап байқап тұрған шығарсыздар. Бұл жерде аралайтын жер көп емес, негізі осы касл, сосын тағы бір-екі жер бар. Бірақ жалпы қаланың көрінісі өте әдемі негізі. Назым, мне кажется, сен ше, мына жерден айтып тұрсың ғой, тұрсам деп ше осындай жерде. Мне кажется, бұндайдан да жалығады адам. Аспандары әдемі осылардың, Астананың аспаны сияқты. Шоколад, ребятки. Өз-өзін көріп тұрған жоқ. Мен де көріп тұрған жоқ. Енді көрдім. Стерлинг деген қала осы. Қандай әдемі деп суға батып кеткем. Осы ескерткішке жету үшін жаяу жүгіріп, көтеріліп келдік. Көктөбе сияқты жоғары қарай өрлеу керек болды. Мына видеода Стерлинг қаласы алақандағыдай көрінеді. Мына Уоллес монументтің іші. Біз қазір кіріп бара жатырмыз. Мына баспалдақтар қызық. Мынадан құлау, өте қауіпті. Бісміллә. Мына жерде не бар? Көрек. Not easily withstood. William, they were too proud. Perhaps they thought. Уильям Уоллес Шотландияның тәуелсіздік үшін күрескер тұлға, осы жақтың мақтанышы. Мына жерді көрсетіп жіберейін қазір. Қандай әдемі. Сол үшін де осы Уоллес монумент салынған екен. Шамамен 150 жылдан астам уақыт бұрын. Мен жүрген жердің бәрінде осы жүреді. Сол. Қандай керемет. Қандай керемет. Вау! Мәссаған. Не деген ғажап мынау. Вау, не деген ғажап көрініс. Вообще. Сөзім жоқ. Керемет көңіл-күй. Және Сия бізбен бірге. Аққуларды қарашы, Назым. Қандай ғажап. Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Мұхағали Мақатаев. Кеттік. Назым. Қарашы маған, Назым. Өлең оқиықшы, өлең. Bye-bye. Bye-bye, little princess. Bye. Bye. Wow.
не деген. О! Не деген көрініс мынау. Стерлингке біз күн шығып тұрған кезде келіп едік. Қазір міне мен де шешеймін. Жауап кетті. Жаңбыр жауып кетті. Қайтып бара жатырмыз. Қалай болды? Күшті болды. Ұнады ма? Бірақ кеш ерте батады екен ба. 4:02 кетті. Ал қараңғы. Біз қайтып бара жатырмыз. Как раз ойымды маңыздар. Бірақ күшті болды. Иә. Кішкентай, бірақ сондай әдемі қала екен. Керемет. Мен жаңа суретке түсіретін фотостудияға барғанмын. Сол кезде паспортқа түсетін 6 сурет береміз деді. 6 сурет 25 паунд деді. 25 паунд деген баға өте үлкен баға. Мысалға бір паундың 500 теңге болса, 25 паунд ол бір шамамен 12 мыңнан астам ақша. 6 дана суретке 12 мың теңге төлеуге әрине ол өте қымбат. Сол үшін де осы жерге келдім. Бірінші рет мынандай аппаратты пайдаланайын деп тұрмын. Менің мына 2 суретімді жарамайды, қайтадан түс деп жатыр. Ал мен тағы бір суретке көремін. Жарайды. Шашым сыймай жатыр ма, түсінбедім. Straight ahead. Ready? 3, 2, 1. Там тоже бар. Бұл не үшін? Тоқаш пісіреміз, сосын шелпек. Өзің шедевріңді айтып жүрсейші, пісірген. Шелпек. Көптен бері оқтау ұстамағасын, қол деген шығып кетіпті. Енді тырысамыз, баста орамал да жоқ. Енді жарайды енді. Ертең халықаралық көрмеге барады, Назым. Көрме ме еді? Студенттердің халықаралық бір шарасы болады. Сол жерде әр ұлттың өкілдері өздерінің ұлттық тағамынан алып келеді. Сол Назым сол жерге бұйырса бауырсақ алып барады. Сол бауырсақты біз қазір осылай пісіріп жатырмыз. Мына жерде өсіне. Бауырсақ пісіру процесі сәтті өтіп жатыр.